Сәлеметсіңдер ме, балалар? Көңіл күйлерің қалай? Жарайсыңдар. Балалар, қараңдаршы жан-жағымызға. Біз қайда келдік? Дұрыс айтасыңдар, жайлауға. Әжемізге келсек, әжеміз жоқ екен, бірақ бізге сиқырлы сандық қойып кеткен сияқты. Қараңдаршы, балалар, киіз үйге. Сандығымыз тұр ма? Ja, сандық тұр екен, бірақ сол сандыққа жетуіміз үшін әжеміз бізге түрлі тапсырмаларды тастап кетіпті. Осы тапсырмаларды орындасақ, біз сиқырлы сандыққа жетеміз. Тапсырманы орындаймыз ба? Жарайсыңдар, ендеше бастайық. Балалар, қазір бізде қандай жыл мезгілі? Дұрыс айтасыңдар, көктем мезгілінде неше ай бар? Атайық. Жарайсыңдар, қазір бізде қандай ай? Дұрыс айтасыңдар, мамыр айының 2-ші аптасы. Апта күні қай күн? Дұрыс айтасыңдар, 5-ші күн жұма күні. Мамыр айының 2-ші аптасының дәйек сөзін қайталайық. Күннің көзі. Жарайсыңдар, балалар. Күннің көзі ортақ, жақсының сөзі ортақ екен. Ендеше бірінші тапсырмамызды орындайық. Балалар, қараңдаршы, әжеміздің бірінші тапсырмасы бізге оюлы шеңбердің ішіне түрлі асықтарды қойыпты. Сол асықтарды біз жіпке тізбектеп санауымыз керек екен. Ендеше тапсырманы орындайық. Бәріміз жайғасайық. Жақындама. Қанеке, бір-бір жіптен алайық. Бұл жерде сендерге түрлі асықтар берілген. Сол асықтарды кім жылдам қанша асық жинайтынын көрейік. Қанеке, бұл ойын бізді балалар жылдамдыққа. Қанеке, тез, жылдам. Кім қанша асық жинайды екен көрейік. Жарайсың, Амина, сенде неше асық? Қанеке, санайықшы? Қатты. 6, 7 асық. 7 асықты енді сен кері қарай санашы, Амина. 7, 6, 5. Жарайсың. Қанеке, қаншайым санай ғой, сенде неше асық болды? 8 асық. Қаншайым енді сен 8 асықты кері қарай сана? Дұрыс айтасың. Хан, сен неше асық жинадың? Дұрыс айтасың. 5 санын кері қарай санай ғой, тек жылдамырақ. Жарайсың. Әлімжан, сен неше асық жинадың? Жарайсың. Қанеке, 9 асықты кері қарай санайықшы. Жарайсың. Ендеше, балалар, асықтарымызды қойып, келесі тапсырмаға көшейік. Ал балалар, әжеміздің келесі тапсырмасын орындауға дайынбыз ба? Жарайсыңдар. Бұл тапсырма, балалар, сендерге әріпті кілемше қалдырған екен. Бұл әріпті кілемшені сендер оюлы кілемшеге айналдыру қажетсіңдер. Бұл оюдың артында қандай сурет тұр, сол дыбыстан басталатын әріпке қойып, оюлы кілемшеге айналдырамыз. Мысалы, шаңырақ болса, ың дыбысына қойып, оюлы кілемшені құрастыру қажет боламыз. Тапсырма түсінікті ме? Ендеше ойынды бастайық. Қай дыбыстан басталатынын айтып отырыңдар балалар арасында. Жарайсыңдар.
Жарайсыңдар. Елтаңба. Е. Дұрыс, жарайсыңдар. Балалар, тапсырманы орындап жатырмыз ба? Жарайсыңдар. Айдина қоя ғой. Бұл не суретте? Түйе. Т дыбысы қайда? Г. Бұл не? Гүл. Не? Шахтер. Міне, шахтер. Қоя ғой. Қойсашы міне. Амина, қоямыз. Бұл әтеш. Дұрыс. Міне, хан, велосипед. Дұрыс айтасың. Және бұл суретте не? Хан. Адина, бұл суретте не? Б дыбысына қоя ғой. Жарайсыңдар. Орындадық. Сендер қандай? Тапсырманы орындап жатсыңдар ма, балалар? Паники. Дұрыс. Әліжан, міне қоя ғой. Дұрыс. Жарайсыңдар, балалар. Бұл тапсырманы де лезде жылдамдатып орындап тастадық. Балалар, қараңдаршы, бізде әріпті кілемшеміз оюлы кілемшеге айналды. Тапсырманы орындадық, я? Келесі тапсырманы орындауға дайынсыңдар ма? Ендеше бойымызды сәл сергітіп алайық. Жарайсың, айын сенде қошқар мүйіз оюы. Жалғастыра ғой. Тез. Тоқта. Айым отыр. Отыра ғой. Түйе табан оюы, я, Иқтина сенде? Жарайсыңдар. Оюдың атын атап өтеміз, балалар. Қаншайым, қандай ою? Жарайсың. Екі аяқпен секіреміз. Тоқтат. Айдина, қандай ою сенде? Так, хан, қолымызды тоқтаймыз. Тоқта. Амина, бастай ғой. Амина, қандай ою? Жарайсың. Медина, қандай ою? Жарайсың. Хан, қандай ою? Жарайсың, төрт құлақ оюы. Аспа, Әлімжан, аспа. Төрт құлақ оюы. Әлімжан, қандай ою сенде? Батыр оюы, жарайсыңдар. Жарайсыңдар, балалар. Текеметтен секіру арқылы біз әжеміздің сандығына да жеттік. Ендеше әжеміздің дайындап кеткен сандығын ашып көрейік. Ішінде не бар екенін, жарай ма? Мінеке, балалар, әжеміздің тастап кеткен бізге сиқырлы сандығына да келіп жеттік. Ендеше сандығымызды ашып, ішінде не бар екенін көргіміз келеді ме? Мінеке, 1, 2, 3. Бұл не екен бізде, балалар? Дұрыс айтасыңдар, мақал мәтелдер бар екен. Ендеше, балалар, әжеміздің тапсырмасы мақал мәтелдерді табамыз. Ендеше осы тапсырманы орындайық. Бірінші мақал, Әліжан, айта қойшы, бұл қандай мақал? Жарайсың. Раяна, бұл қандай мақал? Қыз өсі.
Өссе. Елдің көркі. Жарайсың. Келесі мақал хан, бұл қандай мақал? Жарайсыңдар. Келесі. Әлімжан, бұл қандай мақал? Қаттырақ. Кітап. Жарайсың. Айдина, бұл қандай мақал? Жарайсың, дұрыс. Амина, бұл қандай мақал? Жарайсың. Қаншайым, бұл қандай мақал? Дұрыс. Бала тілі бал. Ектена? 7 рет. Өлшеп. 1 рет. 1 рет кес. Медина, бұл қандай мақал? Асқар. Дұрыс. Айым, бұл қандай мақал? Отанды сүйу. Жарайсыңдар. Отанды сүйу отбасынан басталады. Қанеке, соңғы мақалды айтайық барымыз. Ел іші алтын бесік. Жарайсыңдар балалар. Әжеміздің сиқырлы сандығындағы да тапсырманы орындап өттік. Ендеше қараңдаршы балалар, әжеміз сендерге сый дайындап кетіпті. Қоржын. Бұл қоржын сендерге сыйлық. Әжеміздің өзі болмаса да, әжеміз сендерге тәтті тағам табыстап кетіпті. Соны қазір сендерге беремін. Жарай ма? Мінеки. Сендер тапсырманы жақсы орындағандарың үшін әжелерің сендерге тәтті кәмпит тастаған екен. Ендеше балалар, сендерге көп рахмет. Тапсырманың барлығын ойдағыдай орындадық деп ойлаймын. Бүгінгі ұйымдастырылған іс-әрекет сендерге ұнады ма? Ұйымдастырылған іс-әрекетте біз не өттік, не білдік? Мақал мәтел айттық. Асықтарды санадық. Әріпті кілемшені оюлы кілемшеге айналдырдық және текемен секіру арқылы оюлардың аттарын атадық. Жарайсыңдар балалар, мен сендерді мақтан тұтамын. Өте ақылды, зерек баласыңдар. Рахмет, сау болыңдар.